Сәлем баршаңызға, бүгін рулет дайындайтын боламыз. Өте дәмді және тез дайындалатын рулет. Ең алдымен 4 жұмыртқаны ақуызын сарыуызынан ажыратып аламыз. Ақуызымызды жақсылап миксерлейміз. Және оның консистенциясы дәл осындай болу қажет. 4 сарыуызымызды жақсылап 2-3 минуттай миксерлейміз. Кейін оған 45 мл суымызды қосамыз да миксерлейміз. Және ұнымызды қосамыз. Кейін ақуызымызды қосып, жақсылап, ақырындап араластырамыз. Миксердің қолданудың қажеті жоқ. Протеинімізді алып, оны кішкене су сеуіп бетіне қағазымызды жабыстырамыз пергаменттік. Және қамырымызды осыған жақсылап, әдемілеп, тегістеп шығамыз. 180 градус қызып тұрған пешімізге салып, 8 минуттай пісіреміз. Енді кремімізге біз қаймағымыз бен қант ұнтағын араластырып қоямыз. Бисквитіміз мінекей дайын болды. Ақырындап оны пергамент қағазынан ажыратып аламыз. Және майлықтың көмегімен осылай орап суығанша қойып қоямыз. Суығаннан кейін бетіне кремімізді жағып, бетіне кез келген өзіңіз ұнататын жидектерді қойып шықсаңыз болады. Енді майлықтың көмегімен осылай орап, жан-жағын қысып қоямыз. Пищевой пленкаға орап, холодильникке қойып қойыңыздар. Мінекей, біздің рулетіміз дайын болды. Өте дәмді және тез дайындалады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркелуді және лайк басуды ұмытпаңыздар.